Қайырлы күн, құрметті шәкірттер. Өздеріңмен бүгін Мәлгеждар Әубәкіров атамыздың талас күйін үйренетін боламыз. Бас жағын кішкене тартып көрсетейін. Одан кейін ақырындап, тоқтап үйрететін боламыз. Кеттік ал. Кете береді. Жалпы күй бізде бас жағы, ортасы 3 бөлімнен тұрады. Саға 12-ші пернеден басталады, одан кейін 14-ке өтеді. Бірінші бөлім 5-ші пернеден басталады, екінші бөлім 5 пен 8-ден басталады. Кішігірім трейлерін айтып отырмын, алдын ала сценарий бойынша қалай болады. Енді қағыстарын айта кетейін. Талас күйінде кездесетін екі түрлі қағыс бар. Бірі екі төмен, екі жоғары. Осы. Ал екіншісі екі төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осы қағыстар кездеседі. Енді күйді бастаймыз. 5-ші пернеден басталады. Міне ашық екеу и 5. Қайтадан осын қайталаймыз. 2 рет. Енді бармақпен не істейміз? 3-ші пернеге өтеміз. 2 төмен, 2 жоғары. 2, 3, 4. Енді 5-ші пернеге 4 саусақпен. 4 рет жасадық. Енді 1-ші пернеге. 3, 4. Қайталаймыз бұнда. Енді 3-ші пернеге. Қазір тек қана мен үстіңгі шекте ойнап жатырмын. Астыңғы шек мүлде басып жатқан жоқпын. 2, 3, 4. Енді бір қағыс ашып өреміз. 5 басамыз енді. Болды, кіріспе кетті. Енді бізде 3-ші, 5-ші, 3-ші және 5-ші пернеден негізгі әуен басталады. Міне 5, 3, 5, 7, 5 и 5, 7. Енді үстіңгі шек кетеді. Міне 7, 7, үстіңгі 7. Қайталаймыз. Енді 7-ні басамызда 8-ге кетеміз. Бармақ 5-те тұра береді. 2 төмен, 2 жоғары. Көрдіңіздер ме мұны? 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Осыда 4 рет. 7, 5, 5. Қайтамызда 7-тен 5-ке. 2 төмен, 2 жоғары. Үстін басып кетеміз, көрдіңіздер ме? Міне. 5, бармақ тұра береді 5-те. 7, міне 5, 7, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 5, 5. И 3-тен қайтадан. 5, 7, 7, 7. 5, 7, 3, 2. 7,
ашық и бірді басамыз. Үстің үші. Қатты жылдам болып баратса 0,5-ке немесе 0,7-ге қойып азайтуға болады. Көрдіңіз ба? 2, 3, 2, 3, 3, 5, 5, 5. Үстің шек. Бағанағыдай 7-ге. Ашық бірінші. Одан кейін бар 1, 2. Ашып өтеміз, қайтадан түсеміз бағанағыдай. Бұл жолы 3-те тұра береміз. 2, 3, 2, 3. 3 ауысамыз. Қайталау. Мына ауысып істеп жатыр. Көрдіңіз ба? 2 пернеде ауысып жатыр. Қайтадан бармақ тұра береді. Енді бармақ ауысады. Саусақ та ауысады. 3, 3. Üstünden 3 ашылып жабылады. 2, 3, 4 и бір қағыз ашып береміз. 5-ке. Бұл дәл осылай бірінші бөлім бітеді. Ары қарай бізде екінші бөлім басталады. Екінші бөлімге арнайы видео сабақ түсіріп салатын боламын. Әзірге осы бірінші бөлімін жақсылап жаттап, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Маған деген қолдауыңыз сол болсын. Екінші бөлімде кездескенше.